Назарбаев зияткерлік мектептерінде Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына арналған жаңа жағдайдағы білім беру жобасын жүзеге асыру қолға алынды. Мерейтойлық бағдарлама аясында елімізде үлкен қызығушылық тудырған ұлылықтың жолында ұстаз тірі жобасы да өз жалғасын табатын болады. Мерейтойлық бағдарламаның басты жаңалығы белгілі ұстаздар тәжірибелерімен бөлісетін Ыбырай Алтынсаринның педагогикалық шеберлік онлайн алаңының ашылуы болып отыр. Алғашқы білім және ғылым министрі Ыбырай Алтынсарин төсбелгілерінің егерлері шақырылады. Назарбаев зияткерлік мектептері жүйесінде 80-нен астам адам жоғары педагогикалық марапат егерлері. Кәсіби диалогпен кездесу орнына айналатын Назарбаев зияткерлік мектебінің онлайн алаңына еліміздегі жалпы білім беретін мектептерден тәжірибелі мұғалімдер қосылады деп жоспарлануда. Қазақтың ұлы педагогының шығармашылығы мен ағартушылық қызметіне арнаған тақырыптық симпозиум Назарбаев зияткерлік мектептерінің жыл сайынғы халықаралық ғылыми практикалық конференциясында ашылмақ. Дәстүрлі тамыз конференциясындағы табысты тәжірибелер панорамасы да Ыбырай Алтынсаринның мерейтойы шеңберінде өтетін болады. Дөңгелек үстелдер сериясы заманауи білім берудегі басты трендтер, еңбек нарығындағы жаңа талаптарға, жаппай стандарттаудан жаппай бірегейлікке көшуге, жасанды интеллект дәуірінде ұстаздардың алмаспайтындығына, табысты білім беру жүйесінде бағалау мен өзге де сұрақтарға арналады.